Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Қарағанды облысы білім басқармасының өркен мамандандырылған мектеп-интернатының география пәні мұғалімі мен Әлмұқан Нұргүл Сейтжапарқызы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы құрлық суларының түрлері мен қалыптасуы 8 сыныпқа арналған. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты ішкі суларының пайда болу жолдарын біледі. Оқу мақсаты құрлық суларының қалыптасу жолдарын анықтайды. Құрлық суларының негізгі түрлерінің шаруашылық маңызын түсіндіреді қазақстандық компонент бойынша. Сабағымыздың негізгі ұғымдары жер асты сулары, өзен, көл және де мұздықтар. Құрлықтағы сулар жер асты сулары, көлдер, өзендер, батпақтар және де мұздықтар. Жер асты суларының пайда болуы жер қыртысында орналасқан су жер асты суы деп аталады. Жер асты суларының негізгі толығу көзі атмосфералық жауын-шашын. Суретте көрсетілген. Жаңбыр не қар жауғаннан кейін су біртіндеп тау жыныстарына сіңіп жер қыртысына өтеді. Жер асты сулары дегеніміз бұл жер қыртысының беткі бөлігінде 12-16 километр тереңдікке дейін болатын сулар. Суы бар тау жынысының қабаты су тұтқыш деп аталады. Ендеше суретке назар аударайық. Бұл жерде су өткізетін қабаттары, одан кейінгісі ұңғымасы, құдығы және де өзені бар. Мұны тұрған грунт сулары, қабатаралық сулар және де су өткізбейтін қабаттары бар. Жер асты суларының пайда болуы әртүрлі. Кейбіреулері жер бетіндегі сарқынды сулар мен жаңбыр суларының беткі су өткізбейтін қабатқа дейінгі сіңуінен 1,5-2 метр тереңдікке дейін. Басқалары терең қабаттарда пайда болады. Өзен дегеніміз арна деп аталатын ойыс жермен ағатын су. Бұл жерде суретте көрсетілген таудан ағып тұрған өзендер және жер бетіндегі өзендер көрсетілген. Өзендердің екі түрі бар, тау өзендері және де жазық өзендер. Тау өзендеріне тоқталсақ, шапшаң ағады, аңғары тар болып келеді, арнасы тура болып келеді және де сарқырамаларды түзеді. Бұл жерде сарқыраманың суреті берілген. Жазық өзендеріне тоқталамыз. Еділ өзені, Волга өзені. Бұл өзендер жалпы тыныш ағады, өзен аңғары кең болады, ұзындығы үлкен және де арна ирелеңдігі болып келеді. Ендеше бейнематериалға назар аударайық. Судың ойпатпен ағуы ирелеңдердің пайда болуына әкеледі. Судың ағыны қандайда бір жағаға жылжи отырып, оны шайып, өз арнасын кеңейтеді. Бұл құбылыс дәл осы кезде қарама-қарсы жағада тау жынысының шөгуіне әкеледі. Осының арқасында олы біртіндеп дөңестенеді. Ирелеңдер үнемі өзен жайылмасын кеңейтеді. Белгілі бір мезетте су ағыны өзен жағасын кесіп өтіп, су тік арнамен жылжып, ирелеңдерден шығады. Ирелеңдердің түзілуінен ескі арна көлдері пайда болады. Жаңағы бейнематериал бойынша тапсырмалар беріледі. Өзендер айдары. Өзендер айдары тапсырмасында өзеннің атауы, ұзындығы, ерекшелігі, пайдасы берілген. Дескриптор бойынша Қазақстандағы өзендердің атауын анықтайды, ұзындығын табады, ерекшелігін сипаттайды, пайдасын анықтап айтады. Көл дегеніміз жер бетіндегі суға толған табиғи ойыстарды айтамыз. Көлдердің бірнеше түрі бар. Тектоникалық, мұздық, қалдық көлдер, ескі арналық және де жанартаулық көлдер. Тектоникалық тау жасалу кезінде пайда болған терең көлдер, оған Байкал мен Ыстықкөл, Зайсан жатады. Мұздық, мұздың қазу, сырғу әрекетінен қалыптасатын көлдер. Қалдық көлдер бұрын теңіз түбі болған жерлер, оған Каспий мен Арал жатады. Ескі арналық өзендер өз арнасын өзгертіп, шағын көлдердің пайда болуы. Жанартаулық көлдер сөнген жанартаудың кратерінде пайда болған. Ендеше бейнематериалға назар аударайық.
Балқаш Қазақстанның оңтүстік шығысындағы тұйық көл. Аумағы жөнінен Каспий, Арал теңіздерінен кейінгі 3-ші орында. Алматы, Жамбыл, Қарағанды облыстарының шегінде Балқаш Алакөл ойысында теңіз деңгейінен 340 метр биіктікте жатыр. Ауданы құбылмалы 17-22 мың километр. Ұзындығы 600 километрден астам, ені шығыс бөлігінде 9-19 километр, батыс бөлігінде 74 километрге жетеді. Балқаш жартылай тұщы көл. Суының химиялық құрамы көл алабының гидрографиялық ерекшеліктеріне байланысты. Судың минералдылығы мен тұздылығы бұл екі бөлікте екі түрлі. Көлге ағып келетін судың негізін Іле өзені құрайтындықтан, батыс бөлігінің суы тұщы, лайлы, шығыс бөлігінің суы тұздылау, түсі көгілдір, ашық көк. Балқаштың батыс бөлігіне Іле, шығыс бөлігіне Қаратал, Лепсі, Ақсу өзендері құяды. Солтүстіктен ағатын Аягөз, Бақанас, Тоқырауын, Жәмші, Мойынты және тағы басқа өзендер әдетте көлге жетпей сарқылады. Көлдің солтүстік жағалауы Сарыарқаның ұсақ шоқылы тау сілемдерімен ұштасып жатқандықтан биік жарқабақ болып келеді және көптеген жыра жылғамен тілімденген, ал оңтүстік жағалауы суы біртіндеп тартылған кезде жиналған шөгінділермен пайда болған құмды ойпат. Балқаш көлі Қарағанды, Алматы және Жамбыл облыстарының аумағында орналасқан. Көлдің солтүстігінде Қазақ соқпақтары, батысында Бетпақдала, оңтүстігінде Шу-Іле таулары, Тауқұм құмдары қоршап жатыр. Балқаш көлі жер бетіндегі ең көне көл болып саналады. Балқаш фаунаға бай. Көл түбінде моллюскілер, судағы ұсақ жәндіктердің дернәсілдері, шаян тәрізділер тіршілік етеді. Батыс бөлігі планктонға бай. Көлде балықтың 20-дан астам түрі бар. Мұның 6 түрі ежелден көлдің өзінде өскен балықтар кездеседі. Бейнематериалды көріп болғаннан кейін, екінші тапсырмаға назар аударамыз, көлдерге саяхат жасаймыз. Ендеше жауабын тыңдайық. Көл атауы орналасуына қарай. Жайсан көлі шығыс Қазақстанда орналасқан, Шалқар көлі батыс Қазақстанда орналасқан, Қалибек көлі солтүстік Қазақстанда орналасқан, Алакөл көлі шығыс Қазақстанда орналасқан, Қарасой көлі орталық Қазақстанда орналасқан. Мұздықтар дегеніміз құрлықтағы мұздардың жиынтығы. Бұл жерде суретте көрсетілген. Қар қалай мұзға айналады? Мұздықтағы мұздар қардан пайда болады. Қар көп жауған кезде еріп үлгермесе, олар нығыздалып, түйіршік келген фирм пайда болады. Ары қарай ауырлық күшінің әсерінен олар мұзға айналады. Бұл жерде әр мұздың суреті көрсетілген. Мұздық пайда болу үшін қандай жағдай керек? Ең алдымен температура әрдайым 0 градустан төмен болу керек, және де қар еріп үлгермейтіндей көп түсуі керек. Мұздықтағы мұздар ерекше болып келеді. Олар тіпті басқаша аталады. Оларды глетчер, немісше мұздық деп атайды. Бұл жерде міне мұздықтың суреті көрсетілген болатын. Қар жиегі немесе қар жиегі тауларда мұздық түзілетін қардың ерімейтін шекарасы. Бұл бірінші суретте мұздықтардың суреті, екінші суретте мына таудың бетіндегі орналасқан мұздықтар. Мұздықтардың құрылысы олар екі түрге бөлінеді. Қоректену аймағы, шығын аймағы деп. Қоректену аймағы бұл жерде қар жиналады, шығын аймағы қардың еруі жүреді. Бұл жерде мұздықтың суреті көрсетілген. Енді бұл жерде қарасақ, шығын аймағы немесе мұздықтардың түрлері екі жерде көрсетілген, екі суретте. Мұздықтардың түрлері таулық және де жабынды. Таулыққа Альпі тау мұздығы жатады. Жабындыға Антарктида, Гренландия, Исландия мұздықтары. Бұл міне жабынды мұздық. Айсберг дегеніміз қалқып жүрген мұзтау. Айс мұз, берг тау деген мағынаны білдіреді. Ендеше бейнематериалға назар аударайық. Мұздықтар, мұз өзендері жердің барлық континенттерінде. Тіпті Африкада, Килиманджаро тауының биік шыңында да кездеседі. Антарктидадағы мұздықтардың қалыңдығы сонша, тек ең биік таулардың ғана шыңдары көрінеді.
Дегенмен жер бетіндегі тұщы судың 4/3 бөлігі осы мұзды су қоймаларында жинақталған. Мұз бен қардың қабатталуы олардың еруінен тезірек жүрген жағдайда мұздықтар түзіледі. Мұз бен тау жыныстарының қатты массасы өз салмағының әсерінен төменге сырғиды. Көрер көзге байқалмайтындай тым баяу. Алайда уақыт өте түсірілген суреттер мұздың тоқтаусыз қозғалатынын көрсетеді. Бұл қозғалыстың жылдамдығы едәуір өзгеріп отырады. Кей мұздықтар мүлдем қозғалыссыз сияқты, ал кейбіреулері күніне 20 немесе 30 метрге дейін орын ауыстыруы мүмкін. Мұз қозғалысынан туындайтын эрозия, тау жыныстарының қозғалуы мен қалыптасуы мұздық астындағы жер бедерін баяу өзгертеді. Жартастардың саңлау мен тесіктері арасында су қататындықтан үгіліп, арасы кеңейеді де, ақыр аяғында бір-бірінен ажырап кетеді. Бұл қату еру үгілуі деп аталады. Мұздықтың іргесінде тау жыныстарының бетінде қатқан мұз, оның бөліктерін бөліп, опырылу деп аталатын процесс орын алады. Бұл бөліктер мұздық жинаған басқа жыныс бөліктерімен қосылып, астындағы тау жыныстарын егеу құм қағазы сияқты тегістейді. Бұл процесс абразия деп аталады, және жер бетін тегістегенімен, оның үстіне ерекше жолақтар түрінде іздер қалдырады. Өткен кезеңдерде жер климаты бірде қызып, бірде суығанына байланысты, бұл кең аймақтардың беттерін мұздықтар қайта-қайта басып шегінумен болған. Мұздықтар әр шегінген сайын жер бедерінде өзгеріс қалдырып отырды. Мұздық мұз болып қатқан су ғана. Дегенмен, уақыт өте келе ол бүкіл тауды жылжыта аларлықтай күшке ие болады. Мұздықтың маңызы мұздықтар барлық өзендердің бастауы және тұщы судың қайнар көзі болып саналады. Бұл жерде мұздықтардың суреті көрсетілген. Адасқан әріптерді орындау үшін дескриптор төменде көрсетілген Еуразиядағы мұздықтардың атауын анықтайды. Бірінші сөз Печенко мұздығы, екінші сөз Корженевский мұздығы, үшінші сөз Шопальский мұздығы, төртінші сөз Шумский мұздығы. Сабағымызды қорытындылау үшін рефлексияға тоқталамыз. Рефлексияны Google Forms платформасы арқылы қолданамыз. Ит тапсырмасы Қазақстан елімен сиқырлы саяхат жасай отырып, өзен көлдерді, суларды кескін картаға түсіреміз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет.